Егер сіздің бауырыңыз ауырса, бауыр проблемаларының қандай белгілерін ескеру керек және оның алдын алуға бола ма? Бұл туралы білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Сондай-ақ бұл арнада сіздің денсаулығыңызға пайдалы барлық ақпараттар бар, сондықтан бірден тіркеліп алыңыз. Егер сізде әлсіздік, температура, терінің сарғаюы, бұрын болмаған қан кетулер болса, теріде көгерген жерлер пайда бола бастаса, бұл белгілерді ескерусіз қалдыруға болмайды. Егер туыстарыңыз сізді мүлдем басқа адам секілді болып жүрсің десе, бұл бауыр энцефалопатиясы деп аталады. Мұндайда бауырдың нашар жұмыс істеуіне байланысты ми зардап шегеді. Мұны сіз байқамайсыз, бірақ туыстарыңыз байқайды. Терінің қышуы сияқты маңызды симптомдар да бар. Егер терінің қандайда бір түсі түсініксіз қышуы болса және бұл аллергиямен байланысты болмаса, немесе нақты себебін білмесеңіз, онда гастроэнтерологқа бару керек. Бұл бастапқы билиарлы холангит сияқты сирек кездесетін аурудың симптомы болуы мүмкін. Бауырды тексеру ең алдымен кімдерге қажет? Біріншіден, скрининг аясында бауырды 30 жастан асқаннан кейін тексеру ұсынылады. Кем дегенде биохимиялық қан талдауын тапсыру керек. Сонымен қатар мына топтағы адамдар міндетті түрде бауырды тексерту керек. Артық салмағы бар, аз қимылдайтын, өмір салтын ұстанатын, қандағы қанттың деңгейі жоғары, қант диабетіне шалдыққан, сондай-ақ созылмалы вирусты гепатитті ауруы бар, алкогольді ішімдікті шамадан тыс тұтынатын, туыстарында бауыр ауруы бар адамдар, себебі анықталмаған бауыр ферменттері жоғары деңгейдегі жастар, иммундық аурулары бар адамдар, мысалы шегірен синдромы, аутоиммунды тироидит немесе жүйелі қызыл жегі, өйткені олар көбінесе бауырдың аутоиммунды ауруымен байланысты. Метотрексат сияқты препараттарды ұзақ уақыт қабылдайтын, сондай-ақ туберкулезге қарсы терапия қабылдайтын адамдар, бауыр ауруы туындау қаупі кімдерде жоғары, сондай-ақ белсенді жыныстық өмір салтын ұстанатын, вирустық гепатит немесе қанмен тұрақты байланысты әрекеттер орындайтын адамдарда, яғни дәрігерлер, полицейлер, құтқарушылар, бауыр ауруы туындау қаупі жоғары болады. Балықты шикідей жеуге әдеттенген кейбір ұлт өкілдері мен адамдар осы топқа кіреді. Себебі балық етін шикідей жеумен байланысты бауыр аурулары өте көп. Оң жақ қабырға астындағы жайсыздық пен ауырлық сезімі бауыр ауруын білдіруі мүмкін. Адамның бауыры қалай ауыратыны, ерлер мен әйелдердегі ауырсыну белгілерінің ерекшелігі және дәрігерге қашан көріну керек. Бауыр іштің оң жағында қабырға астынан сәл төмен орналасқан. Бұл ас қорыту, темір ағуыз процесінде, сондай-ақ токсиндер мен уларды шығаруда маңызды рөл атқаратын көп функциялы орган. Бауыр ауруы тұқым қуалауы мүмкін. Сондай-ақ бауыр жұмысындағы проблемаларға вирустар, алкоголь өнімдерін тұтыну, семіздік және басқа факторлар себеп болуы мүмкін. Егер ерлер мен әйелдердің бауырындағы ауырсыну туралы айтатын болсақ, онда оның көрінісінде ешқандай айырмашылық жоқ. Гендерлік фактор ауырсыну синдромының ағымына әсер етпейді. Дегенмен бауыр аурулары ерлер мен әйелдерде әртүрлі ерекшелікпен жүруі мүмкін. Сондай-ақ әйелдерде тек өздеріне тән бірқатар бауыр ауруы бар. Ең алдымен бұл жүктілікке байланысты туындайтын бауыр аурулары. Сарапшы мамандардың айтуынша, бауыр ешқашан ауырмайды. Бауырды жүйке талшықтары жоқ. Сондықтан ол ауырмайды. Тек бір жағдайда ғана бауыр мөлшері ұлғайған кезде ауырсыну пайда болады. Анатомиялық тұрғыдан бауыр ұлпасы капсуламен қоршалған. Қабынуға байланысты оның мөлшері ұлғайған кезде ол осы капсулаға қысым жасай бастайды. Ал капсулада ауырсыну кезінде сезілетін жүйке талшықтары бар. Яғни капсула созылған кезде бауырда ауырсыну пайда болады. Бұл оң жақ қабырға астындағы жайсыздықпен, ауырлықпен сезіледі. Бауырдың ұлғаятыны соншалық, біз оны қолымызбен сезе аламыз. Көбінесе оң жақ қабырға астында ауырсыну басқа органдармен, мысалы тоғышектің көтерілуі бөлігімен, өт қабымен байланысты болады. Кейде асқазанның 12 елі ішектің ойық жарасына байланысты осы аймақта ауырсыну туындауы мүмкін. Бауыр метаболикалық себептерге байланысты бауыр аурулары кезінде бұрын бұл ауру майлы гепатоз деп аталған. Органдағы қан тамырларының бұзылуымен, инфекциялық зақымдаулармен, аутоиммундық бұзылулармен
эндокриндік бұзылулармен, жарақаттармен және басқа ауруларға байланысты ұлғайып кетуі мүмкін. Бауыр қалай ауырады? Жоғарыда айтылғандай, бауырдың өзі ауырмайды, орган орналасқан капсула ауырады. Бауырдың зақымдануы кезінде туындайтын белгілерге тоқталайық. Бауырдың ұлғаюы оң жақ қабырға астындағы жайсыздықпен сезілуі мүмкін. Көбінесе бұл тырысатын, түйіп ауыратын, бірақ шыдауға болатын ауырсынулар. Өткір ауырсыну бұл органның көптеген ауруына тән емес және көбінесе оттегі тас түзілуінен ауруынан туындайды. Бауыр аурулары кезінде адам қабырға астындағы ауырлықты сезінуі мүмкін. Бұл белгілер бауыр капсуласының созылуымен, ішек пен өт қабының ауруларымен, газ түзілісімен артуына байланысты болуы мүмкін. Сондай-ақ сарғаю. Егер бауырдың зақымдануына қатысты күдік болса, басқа белгілерге де назар аудару керек. Бұл орган ауруларының жиі кездесетін белгілерінің бірі терінің, көздің және шырышты қабаттардың сарғайып кетуі. Ауыздағы ащы дәм. Сондай-ақ бауыр аурулары кезінде дене қызуы көтерілуі, ауызда ащы дәмнің пайда болуы, адам қатты әлсіздік сезінуі мүмкін. Егер бұл белгілер пайда болса, дәрігер қабылдауына жазылу керек. Симптомдарды елемеу және дұрыс емделмеу ауыр зардаптарға, тіпті өлімге де апаруы мүмкін. Биохимиялық қан талдауын тапсыру керек. Ең алдымен бұл бауырдың қабыну дәрежесінің көрсеткіштері болып саналады. Мамандардың айтуынша, бауырдың зақымдану белгілері пайда болған кезде органға жүктемені азайту керек. Яғни алкогольді, темекі шегуді, кейбір дәрі-дәрмектерден бас тарту керек. Сондай-ақ аяқта варикоздың пайда болуы, геморройдың пайда болуы да бауыр ауруларына себеп болады. Бұндай белгілерді байқасаңыз, міндетті түрде дәрігердің кеңесіне жүгініңіз. Өз денсаулығыңызға және жақындарыңызға қамқор бола біліңіз. Ал осы видео сізге пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісіп, каналға тіркеле кетіңіз.